2 сынып оқушысы Хамитова Даяна Азаматқызы. Фариза Оңғарсынова. Жетімнің монологы. Базаршы дуылдап тұр. 12-13 жасар балам Месітқарын саудагердің алдындағы қуырылған тауға өзінің тарамыс қолдарын созып еді. Аны бірден байқап, жүлкенішпен итеріп жіберді. Мен құлап жатқан баланың көзінен мынаны оқыдым. Адамдар қаталсындар. Қаталдықтан әлі азап татарсындар. Жалғыздықтан зарығып ашынғанда мен сендерді асылдар дебем, сипайдау шашамнан дебем. Жоқ, тас екен жүректерінде, шыншылдық деген жоқ екен тілектерінде. Өздерін оны көргізіп жасырған менен мейірімге сағансындар. Түбі содан жазымда табарсындар. Бір жылып көз қарастарына зартқанымда, сонын өзі-ақ бақыт қой қамыққан ұлға. О адамдар, сендердің зұлымдықтарын шыдатпай өртеді мені. Не деген тасқа едіңдер? Шуақсыз қорейді емес пе жасыл егіңдер? Мейірім аңсап, жүрегім қансырап тұрған зұлымдықтармен, қамшылап тұрған жанымда үміт лақтырып тастап кеттіңдер кіресін жерге. Сендерден байлық сұрамай өлек кетсем де, алтындарымды алмаспын төгіп кетсем де, мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер ме? Мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер ме?